Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім. Ең әуелі менің каналыма подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда бұдан да жақсы ақпараттармен бөлісемін деген ойдамын. Міне мынау жерде бізде бұл бастауыш бірлестігінің бұрышы деп айтсақ болады. Міне өнерлінің қол алтын. Міне ұстаздарымыз осындай апталықта оқушыларының өздерінің қолдан жасаған, мына жерде ұстаздарға сай деген бұрышта өздерінің күнделікті өткізетін жұмыстарын, іс-шарасын, фотосын іліп отырады. Бір кәделеріңізге жарап қалар деген ойдамын. Одан кейін біздің бастауыштың қыздары мынандай гүлдермен әрлеп осы бұрыштарын әдемілеп отырады. Сосын айтайын дегенім, міне мынандай ертегідегі кейіпкерлерді жасатып, осы өздерінің апталықтары болған кезде осыларды өздері қорытынды кештеріне пайдаланып, одан кейгісін осы өздерінің бұрыштарына пайдаланып қояды. Әртүрлі гүлдер міне өсіріп. Одан кейін мына жақта мысалы саналы ұрпақ, жарқын болашақ деген бұрыштары бар. Бұл енді міне түймедақ гүлінің үлгісінде мына жерде әртүрлі кестелер берілген. Сол секілді өздерінің дүние тану сабақтарында пайдаланатын міне қандай керемет эстетикалық талғамға сай ғып күн, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Меркурий деп, Уран, Шолпан деп, міне әрі оқушылардың естерінде жақсы қалады, әрі осындай көбейту кестесін міне қандай керемет қып. Осындай балалар ойнап болсын, қарап болсын, естерінде, жадыларында сақтап қалады деген ойдамыз. Менің ақпаратым пайдалы болса, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Менің келесі видеом бұдан да пайдалы видеолар болады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлбековна.